қоян құлақ шаш үлгісі. Алдында мысық жасағандай қызыма қатты ұнаған еді. Сол тәріздес қазір сіздерге қоян құлақ тәріздес шаш үлгісін жасайтын боламыз. Қызыма қатты ұнап, сондай көп жасатқан еді садикке осылай жасап бер деп. Байқағандарыңыздай қызыма қатты ұнады. Сіздердің де қыздарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Қыз балаңыз таңертең қоян болам десе, осы шаш үлгісі дәл соған арналған. Күн сайын басқа стиль, басқа көңіл күй жасау қиын емес, тек кішкене қиял керек. Бұл үлгімен балабақшаға, қонаққа, тіпті мерекеге, алдағы жаңа жыл мерекесінде қоян киімін кием десе, дәл осы шаш үлгісін жасасаңыздар болады. Қыздарыңыз өзіне қарап, мама мен әдемімін бе десе, осы сәт үшін бәрі тұрарлық. Қызым екеуміз садикке таңертең күнде ерте тұрып, әртүрлі шаш үлгісін жасауға тырысамыз. Әр күні әртүрлі шаш үлгісімен баруға тырысамыз. Өзіне қатты ұнайды. Сондықтан да осындай әртүрлі шаш үлгілерін жасаймыз. Сұлужан парақшасынан көріп, күнде әртүрлі шаш үлгілерін жасасаңыздар болады. Сонымен міне дайын болып қалды біздің көңілді қоян құлақ шаш үлгіміз. Қарапайым, бірақ ерекше. Лайк басып, профилімнен тағы да осындай күн сайынғы идеяларды қараңыз. Сіздің кішкентай ханшайымыңыз да осылай жарқырай берсін.